Жақын күндері медиада Украинаға Біріккен ұлттар ұйымының еріктілері құрамында елші болып барған актриса Анджелина Джолидің кофейнядағы видеосы тарады. Артынша кофейняда жұмыс істейтін қызметкер ретінде өзін таныстырған жас жігіт Джолидің тістелген круассаны 1 миллион гривенға, яғни шамамен 15 миллион теңгеге сататыны жайлы ақпарат тарады. Фактчек KZ фотоны қашан және қайда жариялағанын анықтап көрді. Круассан фотосын TinEye арқылы тексергенде сурет алғаш рет 2015 жылы 22 маусымда жүктелгенін, содан кейін де бірнеше рет жарияланғанын анықтадық. Одан бөлек, сток суреттер сервисінде дәл осы фото 2015 жылдың 28 маусымында жарияланған. Ол жерден фотоны басқа да ракурстан қарауға болады. Басты назар аударатын тұсы, сатуға қойылған фотосуретте авторлық құқық қорғау белгісі де сақталған. Сондықтан желіде тараған ақпаратты толықтай фейк екенін айта аламыз. Анджелина Джоли 2001 жылдан Біріккен ұлттар ұйымына еріктілер құрамына елші болып тағайындалған. Актриса 30 сәуірде Украинаның Львов қаласына гуманитарлық көмек көрсету мақсатында барып, ресейлік ракетаның бөлігін әлеуметтік желісіне бөліскен. Актриса жұмысынан бөлек қайырымдылықпен жиі айналысатыны медиада біраз айтылған. Назарларыңызға рахмет. Желіде тараған күмәнді ақпарат кезіктірсеңіздер, бізге хабарласып, желі парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.